Саламатсыздар. Кош канат болуп сермелген, демине деми теңгелген, башка иш түшсө биригип, бирине бири дем берген, азыркынын жайма-жай жакшылыгы, шаймашай бейпил күнүн тең көргөн кыргыз казак кутту эл. Арулукка теминген, акыйкатка берилген, ыргагында көсүнүн ак санат болуп төгүлгөн, бири-бирине жанашкан, ырыскысын бөлүшкөн, куштун эки канатындай болгон кыргыз казак бир элим. Амансыздарбы, арбаңыздар? Түптүү элдин баарында салттуу музыкасы, өзүнө таандык өзгөчө ыргактары, күүлөрү жана аларды ташып жүргөн улуттук музыкалык аспаптары бар. Казак-кыргыз да андан кур эмес. Кыргыздын жалпы 20га чукул улуттук аспаптары жашоосун көрктөп, жамандыгында арулап термеп, жакшылыгында жар салып ойноп, эл ичинде жашап келет. Туура айтасыз, бүгүнкү эфирибизди дагы мына ушул күү айтыштан баштаганыбыз бекеринен эмес, эки элдин улуттук аспаптары тууралуу бүгүнкү эфирде барандуу маек кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ал эми кезекти болсо Астанадагы Абай студиясына узатып коюуга уруксат этиңиздер. Дархан, Лейла, сиздерге салам айтып, эфирде сизге узаталы. Рахмет әріптестер, ары қарай біз жалғастырайық сөз тізгінін. Арма, ардақта қайын, бауырлас қазақ-қырғыз арасындағы алтын көпір атанған қос қанат телевизиялық бағдарламасын көріп отырсыздар. Амансыздар ма, әлеумет? Атаулы телекөпірді УТРК және Абай телеарналары бірлесіп ұсынып отыр. Дәл солай, бауырлас қазақ пен қырғыз елдерінің тарихы бір, тағдыры ортақ, тәжімәсіз түсініскен ағайынды екі ел асқа қалатаудың арғы бергі жағына жайғасқалы бері сан ғасырдың жүзі. Түбі бір түркі әлемінің ежелгі мәдениетінде тамырын терең жайған қазақ-қырғыз фольклоры туралы айтар әңгіме таусылған ба? Әрине, Ләйла, ықылым заманнан бері бір қазанда біде қайнасқан екі мәдениет қыранның қос қанатындай болған екі жұрттың жұмыр сөзі сарқылмақ емес әсте. Әлбетте солай, бүгінгі сөз басқалардан өзгерек. Сөз екі елдің ұлттық құндылығы, музыкалық аспаптары жайлы болмақ. Жогорку технологиялардын, жасалма интеллекттен, илим менен техниканын заманы дегени менен, кишилик табиятыбыз, жүрөк сезимибиз, күү угу, андан таасирленүү, ыргагына термелүүбүз боло келген жана боло берет. Ал эми салттуу музыкалык аспаптар киши аң сезимине эң таасирдүү боюнча кала берет. Туура айтасыз, кесиптеш, сиз менен 100% деңгээлде кошулам. Жана ошондой эле ар бир кыргыздын канында комуздун күүсү ойнолуп турат эмеспи? Анда эмесе бүгүнкү улуттук аспаптар тууралуу кеп кылганда эле комуз эсибизге келет. Биздин куттуу студиябызда салттуу музыкалык аспаптарды аздектеп, күү атасы аталган атактуу күүчү, комузчу Кенжебек Алдаяр агабызды студияга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Адабеси бизди бир гана Кыргызстан эмес, казак боордошторубуздагы төз эфирде көрүп жаткандыгын айтып өтөлү. Агай, сиздин комузга келип калгандыгыңыз, күү жаратууңуз тарыхыңыздан тарта бир баштайлычы анда алгачкы кадамды. Рахмат, силердин ушул казак менен кыргызды ушинтип шийлеттиштирип, күүсү менен, сөзү менен, ыры менен ушундай иш жасап атканыңар, ушундай долбоор жүргүзүп атканыңарды кут болсун. Аябай жакшы иш, чын эле казак менен кыргыздын бөлүп ала турган эч нерсеси жок да. Бар эле чогуу күүлөрүн уксаң, бири-биринен айырмасы жок. Мисалы, комуздун күүсүн мен мына канча Казакстанда болдум. Казактар кадимкидей жан дили менен угуп, кыргыздын комузунун күүсүн, ырларын ушундай кабыл алышат. Биз дагы мисалы кыргыздардагы ушул казактардын кадимки Курмангазысын, кадимки Дина Нурпейсованы, башка ушул чыныгы элдик өнөрпоздорун жакшы билебиз, тааныйбыз. Биз алардын чыгармаларын укканбыз. Керек болсо кээ бирлерин изилдегенбиз. Биз бул эки элдин чын эле мындай бир маданиятында дагы, тилинде дагы, күүсүндө дагы ушундай чоң биримдик бар да. Жакшы агай, анан өзүңүзгө бирге эле турган болсок, сиз аян алып, андан кийин күү жаратууга келген экенсиз, азын оолак кеп кылып кетсеңиз. Эми Кыргызда ошондой да, Кыргызда мисалы биз баягы көбүнчө ушул аян алган нерсени
күйчүлөргө, манасчыларга тиешелүү нерсе да. Чынында Кыргыздын оймочулары, саймачылары деле, жанагы биздин мүнүшкөрлөрүбүз деле, сайыпкерлерибиз деле баары аян менен жасашат да. Кандайдыр бир белгилер болот, кандайдыр бир мындай бир ишараттар болот, ошолор менен алар ошо белги менен кубалашып ошентип табышат да. Ошону сыңары мен дагы ошо күүнүн мен ошо кийин түшүнүп калдым. Мен күү чыгарыш үчүн ошонун атын табышым керек болот да биринчи. Мен эгерде ошо күүнүн атын тапсам, күү өзүнөн өзү уланып чыгып баштайт. Аталышына карай. Аталышына карай кетет да. Анан бир жолу ошол күүнүн атын мен кандайдыр бир алмаштырып алып, бир аябай кыйналдым да. Аябай кыйналып анан деп мен негизи мен туура маселе неметип аттым, мындай күү жок окшойт деп ичимен ойлоп кеттим. Башка дагы бир күүнүн аты бар болчу да, оюмда жүргөн. Ошолдур дедим да. Анан ичимен ойлоп, ошол күүнүн атын ичимен ойлоп турган комузду колума алдым. Баягы эчтеке 2 сааттан бери кыйналып отурганым тимеле аны чубалжыган боюнча кетти да. Көзүмөн жаш кетти, бир күүнүн кайрылары кетти. Ошо менен ошо кыймылдабай отуруп, ошо 2 сааттай ошо күүнүн анан кайгыларын эске тутканга аракет кылдым. Жакшы, анан баягы бизде айтып коет эмеспи, музыка бул тилмеч депчи. Бул музыка дүйнө кайсы тилде болбосун ырдай берсин, кайсы аспапта болбосун, музыканын нотасын укканда биз кайгырабыз, күлөбүз, жыргайбыз. Бирок мына кыргыз казактын ортосундагы аспаптардагы ойнолгон күүлөр кайсыл күү сизге жакын? Мисалы, казак элинин кайсы күүсүн укканда эргип түшөсүз? Курмангазынын күйлөрү баары эле жакшы уксачы сонун да. Андан кийинки Нурпейисованын күйлөрүн дагы укса мокум канат да, сонун. Ушундай сонун кайрылар бар. Асем Коңгур деген жана үнүн биз кыргыздар көп уктук, Асем Коңгур деген күнү, силерден угуп калдыңар ошо. Андан кийин Тилендиевдин дагы Аккул деген күйлөрү, дагы башка күйлөрүн укса жакшы. Анан азыркы мисалы кийинки жаштарда мен казактын өнөр постору менен иштешип калам. Биз бул жерге баарыбыз чогулуп, ошо Орто Азия, бизге тууган жанагы Алтайдагы, Хакастагы, Якутиядагы ушундай мага окшогон өнөр постор чогулуп ушул жерде дагы бир чоң концерттерди өткөзгөнбүз. Ошондо Казакстандан биз Гүлжан Аманжол деген чакырганбыз. Ал кылгыякта да ойнойт, домбурада да ойнойт. Анын кызыгы домбурада сонун күйлөр чыгарат экен. Тарыхый аттарга, тарыхый баатырларга байланыштуу. Мен угуп алып таң калдым анан. Аны десем буларды четпейсиң, угузбайсың десем. Ал эмнеге угузбайт билбейм, сонун да күйлөр. Агай, азыр бир нече мүнөттөн кийин биз маегибизди уланталы. Азыр болсо эфир кезегин Астанадагы Абай телеканалына биздин кесиптештерибиз Дархан менен Лейла узаталы. Кесиптештер, сөз сиздерде. Бүгүнкү тақырыбымыз музыка, өнер, мәдениет болғаннан кейін дәл қазір әлем би ансамблін біз студиямызға қарсы алайық.
Рахмет. Бәрекелді. Иә, бауырлас, жалпы қазақ, қырғыз арасындағы осындай бір әдемі ынтымақтастық, мәдениет, мұра тақырыбын қозғап отырған кезде міндетті түрде Ләйла музыка тақырыбын аттап өте алмаймыз. Я, сөзің орынды, Дархан. Ұлттың ұландарын уызына жарытып, ел кәдесіне жарған игілік, ол әрине ұлттық аспаптар. Ендеше біз бүгін екі елдің музыкалық аспаптары туралы айтайық. Бізден көрі Ләйла, ұлттық аспаптың жілігін шағып майын ішкен мамандар сөйлесе деп отырмын дәл осы сәтте. Сондықтан да студиямыздың қонағын қарсы алайық, құрметті көрермен. Студиямызда күйші, зерттеуші Ардаби Мәулет мырза келіп отыр қос қанаттың төріне. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Қош келдіңіз, Ардаби қанат мырза. жобасына келіңіз. Ардаби мырза, қош келдіңіз. Сұхбатымызға кіріспес бұрын арнайы әзірлеген бейне сюжетімізге кезек берейік. Түркі халықтарының музыкалық мәдениеті талай ғасырдың жемісі. Ол қай заманның болмасын талабына мұқалмай, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мәдени мұра. Бұл тұрғыдан алғанда қазақ пен қырғыздың өнері ән әлеміндегі әуезі ұқсас. Егер музыка халықтың рухани өмірінің көрінісі десек, аспап сол руханияттың айнымас өрнегі. Әлбетте, ұлттық музыкалық аспап дегенде қазақтың есіне әуелі домбыра түссе, қырғыз бауырлардың көзіне көне қомыз келеді. Бір қарағанда сыртқы сипаты ұқсас қос аспаптың өзіне тән бірнеше ерекшелігі бар. Мәселен, домбырада 2 шек болса, қомызда 3. Бірінде перне саны кейде 20-дан асса, екіншісінде мүлдем жоқ. Келесі қылқияқ. Қырғыздың ішекті музыкалық аспабы. Сырт пішімі қобызға келеді. Қияқшылар аспапты қобыз сияқты тік ұстап, дененің төменгі бөлігін тізеге тіреп қойып ойнайды. Байқағанымызда бауырлас елдердің музыкалық аспаптары да өзара ұқсас. Өйткені темір қомыз, чор, чопа-чор, сырнай, керней, жетіген, добылпас сияқты аспаптардың атауы бізге де таңсық емес. Екі елдің музыкасында көшпелі елдің сарыны және өзіндік философиясы бар. Дегенмен бұған таңдануға да болмайды. Себебі екі халықтың ұлттық музыкасы Орталық Азиядағы туысқан халықтардың музыкалық мәдениетімен, сондай-ақ түркі мәдениетінің барлық тасымалдаушылармен тығыз байланыста дамыды. Ал бәрекелді, Ардаби мырза, өзіңіз енді қазақтың қара домбырасын шебер шерткен күйшісіз, домбыраны доктор деңгейінде зерттеген ғалымсыз. Бір сұхбатыңызда домбыраны мектеп бағдарламасына пән ретінде енгізуді ұсынған едіңіз. Осы ойыңызды тарқатсаңыз. Қос қанат деген керемет жобалар жасап жатсыздар, үлкен рахмет. Бұл қазақ пен қырғыз ежелден басы төсекті, малы төскейде қосылған ел. Енді жаңа қомызбенен домбыраға келетін болсақ, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп айтып жүр ғой енді. Бұл әрине біздің президенттің жарлығы бар домбыра күні деген. Осы жарлықты негіз етіп те, осы мектепке міндетті музыкалық бір аспап ретінде кіргізуге болады. Өзі Болат Сарбаев қой, бізді аспаптанудың атасы деп айтамыз, жарықтық. Ел арасынан 30-ға тарта, 40 қатарда ескі қазақтың музыкалық аспаптарын жинап, жүйелеген адам, жинап кәдімгі әкеп музейге қойған адам. Сол 30 аспаптың бәрін үйрете алмасақ та, осы қасиетті домбыраны бізде енді әрбір мектептің бағдарламасында музыка пәні деген пән бар ғой, оқу бағдарлама. Сол музыкада біз нені оқытуымыз керек? Домбыраны оқытпағанда басқа нені оқытуға болады? Сұрақ туындайды. Сондықтан осы кезге дейін айтылып келе жатыр, жарлық та бар, басқа да бар. Домбыраны енді шынымен де кәдімгі бір оқу бағдарламасына енгізу керек қой деп есептеймін. Дұрыс айтасыз, Ардаби мырза, мынау қазіргі біздің қолданыстағы домбыра, бұл Ахмет Жұбановтың бейімдеген домбырасы, Енді мынау түп тамырына келетін болсақ, қолданыстағы домбыраның тағдыры жалпы қалай өзгерді, қалай көрініс тапты? Рахмет. Енді қазіргі біздің домбыраның формасы, енді мен қазір қалақ домбыра деп алып
ұстап алып келіп отырмын ғой студияға. Мынау өзі әншілер, өнен кейін мынау белгілі қазақтың аймақтық орындаушылық ерекшелігіне байланысты Шығыс Қазақстан, Арқа, Жетісу жерінде осындай қалақ домбыралар ежелден тартылған. Соның формасы енді мынау. Бұл да жаңа жасалған домбыра. Енді біздің домбыраның арғы тегін айтатын болсақ, өте арыға кетеміз. Біздің заманымызға дейінгі мынау тастың бетіндегі бейнелерде, петроглифтерде, археологиялық қазбаларда осы домбыраның бар екені ол ежелден айтылады. Оны айтсақ ұзаққа кетеміз. Енді мынау формасы туралы айтып отырсыздар. Ахмет Жұбанов атамыз академик жарықтық оркестр құрылды ғой, қазақтың оркестрі 30-40 жылдарда бастап құрылды. Сол кезде бүкіл қазақтың әр даласынан Қали Жантілеев, Оқап Қабиғожин сияқты ұлы домбырашылар жинаған ғой оркестрге, артист ретінде. Сонда әркім өзінің өңіріндегі формамен көтеріп келген ғой. Біреуінің пернесі 12, біреуінікі 15, біреуінікі 13, әртүрлі болған формасында. Содан академик Ахмет Жұбановтың арқасында соны кәзімгі оркестрлық бір жүйеге, яғни мына пернесі 19 перне, мына шанақ құрылысы мынандай емес, кәдімгі домалақ шанақты қазіргі тартып жүрген сондай формаға келтіріп дамытқан деп айтуымыз керек. Ол енді Ахмет Жұбановтың үлкен еңбегі, қазіргі оркестрлық формаға қолданып жүрген домбыралар сол. Мына домбыраның да пернесі 19 перне қазір. Осы заманғы дамытылған. Негізі бұл жерде ескі домбыраларда мына бірнеше пернелер жоқ болған. Кейбір күйшілер, кейбір емес, жалпы ежелде қазақтың күйшілері домбыраны өздері жасаған. Арнайы шебер іздеп, арнайы шебер ұстамаған. Әрі күйші, әрі домбыраны өздері шотпен, балғамен, балтамен шауып, ағашты кесіп, шотпен ойып шауып жасаған. Сосын әр күйді мына пернені былай жылжытып отыратын. Мына перненің арты тұтас байланбаған. Әр күйдің өзінің пернесі болады. Мына күйді тартып болғанда, мына тұрған пернені келесі күйді ол ауысып басқа жерге тұрады. Сондай болған. Ол кезде енді мына ескі халықтық дастандарда, жырларда да бар ғой. Домбырам 9 перне, домбырам 7 перне деген атаулар аталады. Өлең тіркестері жыр. Ол тегіннен тегін айтылмаған. Сол кездегі домбыралар 7 перне, 9 перне, 12, 13, 15, ең соңында міне қазіргі таңда жетіліп 19-ға жетіп отыр. Ардабек мырза, енді осы қалақ домбырамен біз бір күй тыңдасақ деп отырмыз. Енді мен қазақ даласындағы кешегі Сүйінбай мен Қатағаннан бастап Жамбыл атам, Кенен атамға дейінгі тарих белгілі ғой. Шекараның ар жағында мына Шинжаң жерінде де тарихи күйшілер болған. Бейсенбі, Қайрақбай, Әшім деген. Сол мына іленің бойында бір қауым қырғыз тұрады. Осы Қорғас шекарасынан өткеннен кейін қырғыздың Бұғы руы деген ру тұрады. Текес, Шолақ дерек, Көк дерек деген ауылдарда. Мен сол кісілерге экспедиция жасаған адамның музыкасына, Манас жыры бар, басқасы бар. Сонда осы іленің бойында өткен тарихи күйшілерді Әшім Дұңшұлы деген кісі қырғыздың Асаналы деген күйшісіменен тартысыпты тарихта. Керемет. Асаналы бірнеше күйлер тартады екен. Ой, Асаналы, бұл күйіңнің аты немене десе, бұл қызыл шоқты бұрама деп тартып отырмын дейді екен. Енді мен саған жауап ретінде онда насихат деген бір күй тартайын деп, насихат деген күй тартып берген екен. Әшімнің күйі, қырғыз атақты күйші, қырғыздың қомысшысы Асанәлімен тартысқандағы шыққан насихат деген күй. Жалпы насихат деген қырғызда керемет жыр бар. Халықтық жыр, дастан деп айтуға болады. Онымен қоса насихат деген атақты күйлер бар. Күні бүгінгі дейін қырғыздың ұлы қомысшылар тартып келе жатыр. Сол Асаналы Қыштаубаев туралы мына ар жақта қырғыз ағайындар естіп отыр ғой. Студияда отырған ағаларымыз білетін шығар. Руслан Жұмабаев деген атақты қомысшы болған, марқұм болып кетті, жатқан жері жайлы болсын. Қазақстанға көп рет келген ол кісілер. Сол Русланнан бір сұрадым, осындай Асанәлі деген күйші кеткен екен қырғыздың қомысшысы, Қытай жерінен Қырғызстанға болды ма деп едім. Иә, Қытайдан келген Асаналы Қыштаубаев деген шоң қомысшы болған деді. Мен сол тарихи Асаналы ғой деп ойлаймын, Әшіммен тартысқан. Сол Әшіммен тартысқанда, Асанәлімен тартысқанда шыққан Әшімнің насихат деген күйісін атқарып берейін құрметті қырғыз ағайындарға.
Енді мына жерде қырғыздың әуендері сайрап тұр. Мысалы, мына осы күйді дегендер, сосын мына аяқтаған деген осы қырғыздың әуендерінде, қырғыздың осы домбыра тектес шерт аспабы ғой, енді олардың да қасиетті қомыз аспабыменен күйлерімен сарындас осы насихат деген күй. Бұл енді осы күйлер, міне тарихын айтып өттім ғой, қырғыз бенен қазақтың өмір бақи рухани қарым қатынасының қандай екенін, араластығының қандай екенін осы күйлерден білуге болады. Иә, бәрекелді. Мына отырған бізді тамашалап отырған екі елдің көрерменіне осындай рухани азық бергеніңіз үшін ризашылығымызды білдіреміз. Қазақ, қырғыз бір туған, бірге жасай берсін. Рахмет, қымбатты көрермен, дәл қазір енді студиямызда бір әдемі әнге бөлесек деп отырмыз. Дәл қазір Перизат Тұрарованың орындауындағы қырғыздың нарындан жазған салам хат әнін қабыл алыңыздар. Студиямыздың төріне шақырайық, өзіңіз Перизат ханым келе қойыңыз. Ай, бәрекелді. Uzatып қалдың вокзалдан, ойлосам болот көңіл шат, жолықсақ деймін қайрабат, театр ашып жатқанда ей, нарындан жазған салам хат. Жазған салам хат, нарындан жазған салам хат. Ой, керемет, қырғыздың әдемі әнін әуелеткен Перизат ханым, өзіңізге үлкен алғыс білдіреміз. Студиямызға келгеніңізге, Ардаби мырза, осылай келелі пікір айтқаныңызға үлкен рахмет айтамыз, және осы жерден өздеріңізбен қоштасқымыз келеді, және сөз кезегін дәл қазір Бішкектегі әріптестерімізге береміз. Алмас, Айзада, сөз тізген өздеріңізде. Чоң рахмат, Дархан Лейла. Албетте мұнаке Астанадағы Абай телеканалынан қырғыздың өчпөс, қырғыздың муыннан муынға уланған керемет шығармасын оғыш албетте біз үшін дағы соның бір жылу сезімдерді алып келді десек тура болар. Қошылам кесіптешім, албетте Ашыралы Айталиев ағабыздың бұл өзгөчө шығармасын ар бир қырғыз сөзсіз білет. Біз дағы оғып жатып жан дүйнө өсе салды, терең разычылық білдіребіз, керемет атқару болды. Ал эми біз болсо Астана студиясына рахмат айтып тұрып, Бишкектегі студияға маегибизде уланталы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетели. Бүгүн биздин студиябыздын төрүндө атактуу комузчу күйүүчү Кенжебек Алдаяр мырза. Эми сизге мындай суроо болсун. Комузду чертүүнүн ар кандай ыкмасын комузчулар өздөрү түшүрөт, бирок комузду чертүүдөгү чеберчиликти өнүктүрүү үчүн кандай ыкмаларды колдонсо болот, канча убакыт бөлсө болот ошого? Ошо негизи жана айтым күйлөрдү чертиш жеңилирээк да. Аларга мындай аз эле штрихтер менен чертилет, жалпы шилеп, уруп, кагып, ошондой ыкмалар менен аткарылат.
Андан кийин ушул кол ойнотуп чеккенге өзгөчө бир чеберчилик менен ал дагы бир чеберчилик неме кылат, талап кылат. Негизи мисалы силердей жаштар бир 6 айда, 1-2 жылда мындай орточо үйрөнүп алса болот комуздучу, эч качан кеч эмес да. Себеби ошондой силерде жөндөп шыгыңар бар да. Ал эми кара гүлөрдү мындай жакшы чертип, мисалы камбаркан баштаган, гербес, кара гүлөр, булар чын эле мындай укканда мындай жеңил эле угулат, бирок аларды үйрөнүш мындай өмүр бою да. Анан комуз жөнүндө дагы бир кызык нерсе бар, ден соолукка өзгөчө пайдалуу деп айтылат. Мисалы, эрте карып кетпесең, комуз ойношуң керек, анткени колдо моторика катуу иштейт, мээ менен түз байланыш да бар. Ошол жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Туура айтасың. Комуздун күйүсүндө жанагы трансмедитатив бар да, мында өзгөчө бир жыштык бар да. Башка биз көрбөгөн дүйнөнүн жыштыктары бар. Биз мисалы жана Манас дүйнөсү, Кыргызстандын Кайып дүйнөсү, булар башка жыштыктагы дүйнөлөр да. Бирок ал дүйнөлөр бар. Болгону бизге көрүнбөйт. А комуздун үнү ошол жыштыкка кирет да. Мисалы комуздун жөн эле мындай үнү деле адамга бир термелүү үнү берип, бир өзгөчө бир тазалап, бир нерсе жасап турат да. Комуздун жөн эле үнү. Ошол эле касиет оз комуздарыбызда бар, чорлордо бар, кыргыягыбызда бар, ушул эле касиеттер. Манасыбызда бар. Булар ошол айрыкча ушу таң калышуусу ушу Кыргыздын тарыхында болгон окуяны кандайдыр бир гүйлөрдүн ичине кирип, анан ошол угуп аткан адам ошол окуянын ичине кирип кетет да. Бул өзүнчө эле азыр 5 ашты, анан эмне деген дүйнөлүк технология чыгып атпайбы? Кыргыздардын күйүүсүнүн технологиясы илгери эле эч жак эле пайда болгон да. Болгону биз бүгүнкү кыргыздар ошону көп билбейбиз. Жакшы. Студиябызга келип барандуу маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдирели. Эми албетте мына комуз тууралуу, күүлөр тууралуу сүйлөгөндөн кийин сиздин керемет бир күүңүздү укпасак көрбөсөк болбойт. Күү тууралуу бир кыска нуска айтып. Ушу силерде жаштар, айрыкча ушул менин ушу жаңы чыгып аткан күүлөрүмдө көбүнчө ушу Манас күүлөрүн аябай сурап угушат да. Алмамбет дегенди, Кырксоро дегенди, Кошой, Бакай, Манас деген, Каныкей деген күүлөрдү угушат. Анан ушул күүлөрдүн ичинен ошо мен ошо көп ошол угармандар укпай жүргөн Сейтек деген күү бар да. Сейтек. Ошол Манас топтомундагы күүлөр. Азыр Сейтек күүсүн аткарып берейин.
сейтек күүсү автордун аткаруусунда болду. Бале. Агай, сизге ден соолук каалайбыз. Мына ушундай кыргыздын көөнөрбөс маданиятын аспабында өзүңүздүн күүлөрүңүздү жаратып, тарых кылып калыптырып кете бериңиз. Чоң рахмат сизге. Офисная мебель, созданная для успеха. Стильные и функциональные решения для продуктивности вашей команды. Мебель для образовательных учреждений. Большой выбор офисной мебели, созданный по вашим требованиям. Также у нас вы можете заказать медицинскую мебель для операционных, палат и смотровых кабинетов. Надежность, функциональность и комфорт для пациентов и персонала. Широкий ассортимент. Регулируемые кровати, кресла и кушетки для максимального комфорта. Оснащение клиник под ключ. Отечественный производитель Bomford KG. Мебель, которая работает на вас. 0708 60 80 90. Bomford 19, электронная собачка, mail.ru. Instagram, bomford.kgz. Қадырман көрерман, біз болса эфирімізді уланталы Қошқанаттың төріні мультиаспапчы Қырғыз Республикасының ел артисти Құрманғазы Азықбаев ағабызды шақыралы. Анан албетте бул агабыз адам оркестр дейт. Бир адамдын ичинде канчалаган аспаптын үстүндө иштеген, Кыргыздын тарыхына, Кыргыздын улуттук аспабына салым кошкон инсанды сиздер менен биргеликте тосуп алалы. Қош келіпсіз ағай. Студиябыздан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Сизди көргөндө эле албетте баягы адам оркестр деп айтып өткөндөй эле канчалаган аспаптарда, канчалаган күүнү өзүңүз ойноп келе жатасыз. Анан бүгүнкү күндө сиздин статистикаңызга кайрыла турган болсок, канча аспапта күү ойнойсуз, канча аспапты ойной аласыз? Негизи чынында айтканда 54 аспапты ойнойм. Ошонун 37 аспабын кесипкөй катары ойнойм да. Мындайча айтканда профессиональный деңгээлде. Анан ар дайым бир 10 саат отурам, ар бир аспап менен кучакташып, өбүшүп, жытташып. Эртең мен студияга кирдим, ошо менен чыкпайм. Балдарым, кыздарым тамагым алып келет, кайра чыкпайм. Бирок саат 5те эле турмай да. Ошон үчүн убакытты азыр асайып калган. Ошого карата эртең менен таң атпай 5те сөзсүз түрдө туруш керек. Антпесе күндүн нурун алмайынча аспаптарда эметпейт. Аспап менен учурашканды үйрөнүш керек да. Жана сиз айтып аткан оркестр дегенде кыргыздар которо албаганы бул деген чууген дейт оркестрди кыргызча. Чуугендин бир тууганы жетиген, жетигендин бир тууганы 9 ген. Ген деген сөз бул орустардыкы эмес, тиги батыш эмелердикине карабайт. Бизге тете. Муну кайсы теги гени кайсы экен деп сүйлөчү илгери. Ошон үчүн бул оркестрди кыргызча которгондо манас илиминде чууген дейт. Ызы чуу, көп бир ызы чуу болуп калпайбы? Ошо ызы чуу. Чууген, жетиген, 9 ген, ар бирөөнүн санжырасы бар, анан баяны бар. Рахмат агай, бизди бүгүн бир гана Кыргызстан эмес, Казакстан, Боордош, Казак эли дагы көрүп жаткан учуру, Астанада Абай студиясындагы кесиптештерибиз бизди күтүп калды окшойт. Кезекти сиздерге узатабыз анда. Рахмет әріптестер, Астананың түрінен Қосқанатты ары қарай жалғаймыз. Түбі бір түркі халықтарының жалпы қырғыз, қазақтың бірге туғанын жай айтамыз, Лейла. Осы тамырлас ұлттардың аспаптарын жасап жүрген шеберді сөзге тартсақ, Дархан Астана студиясының қонақтары, ұлттық аспаптар шебері Олар Қожайұлы және сыбызғышы Шығыс Махан. Қадірлі меймандарымызды олай болса ортаға шақырайық. Қарсалайық, ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Олар мырза, Шығыс мырза студиямыздың төріне қос қанатқа өздеріңізді шақырамыз. Қош келдіңіздер. Ассалаумағалейкум. Қос қанат төріне қош келдіңіздер. Төрлетіңіздер, жайғасайық. Олар мырза, енді бақандай 5 елдің ұлттық аспаптарын жасап жүрген шеберсіз. Қолыңыздан қазақтың домбырасы, қырғыздың қомызы да шыққанын жақсы білеміз. Бұлай қарасаң, 2 аспап құсайтын сияқты, бірақ ара жігін өзіңіз ажыратып айтып берсеңіз. Енді қырғыз халқы мен қазақ халқы тете өскен бір үйдің егіз қозысындай өте жақын,
домбыра менен қолымыздың негізгі арапарқы бірінші ішек саны. Қолымыз 3 ішекті болады, домбыра 2 ішекті болады. 3 ішектісі де бар. Бірақ бұда қолымыздың бір ерекшелігі шанақтың ұзындығы менен мойынның ұзындығы негізі тең болады. Ал домбыраның негізгі ерекшелігі бұл жаңағы алтын теңдік өлшеміне 1,1,16-ға қатынасындай. Мойын 48 болса, шанақ 40, 1,1,16-ға қатынасындай. Тиектің орны да сондай. Қолымызда сәл өзгешелеу, кішкене біраз оған бағынбайды. Сол жерінде айырмашылық болмаса, негізгі дыбыс несін басқа ұлттар, көп ұлттар айырылмайды оны. Сосын қолымызда бір перне жоқ болады. Ал домбырада перде бар. Негізі стандарт домбыраның бәрі 19 пердемен жүреді. Күйлерінде, әндерінде де парық болады. Аз-аз. Біздің шертпе күйге өте жақын болады шығармалар. Біздің Алтай Тарбағатай шертпелердің ішінде ілме деген дәстүр болады. Сол ілме дәстүрінде негізі қырғыздың шығармаларына жақын келеді. Мен бірнеше мысал келтіріп берейін. Мынау енді Қизат Сейітқазының Дауылпаз деген күйі. Соның үзінді-үзінділерін көрсетіп берейін. Енді бір жерлерінде бүйтеді ме? Қатты ұқсайды. Осындай. Жаңағы инструментті жасауды айтқанда, жаңағы орындау шеберліктері де жақын болу керек те, мен соған бола мысалды келтіріп отырмын. Енді бір айта кететін тағы да бір дүние, қолыңыздағы домбыраны түні бойы өзіңіз жасап осы студияға алып келіп отырсыз, Иә? Су жаңа енді өзіңіздің қолыңыздан шыққан дүние, керемет. Тағы да бір мәрте енді осы ретте айта кетейік, домбыраның ең маңызды бөлігі әдетте қақпағы деп атамыз ғой. Домбыраның үнінің шығуына байланысты, орындалуына байланысты қаншалықты әсер етеді? Қақпақ негізгі енді адам әншіні мысал келтірсек, әншінің желбезегі ең маңызды ғой дыбыс шығаратын. Гармонды айтсақ та ішіндегі желбезек. Дыбыс шығаратын нәрсе ол тербелетін дүние, аккордеонда. Енді домбыраның негізгі тербелетіні бұл қақпағы. Негізгі тиек екі ішектің дірілін қақпаққа өткізіп береді, қақпақ өн бойына таратады да, мұна шапақтар қайтадан жиылып шанақ болады, бұл шапақ жиылып. Сол шанақ ішінен жаңғырықтарды қайта қақпаққа береді. Сондағы осы жаңғырық тербелістерін дәл максималды түрде қызмет істеу үшін қақпақ дәл болу керек. Ал енді дыбыстың тұнықтығына мына накладка дұрыс болу керек, перделік жақ. Маңызды үнді бірінші шығаратын нәрсе сол қақпақ, жаңа екі ішектің тербелісін тікелей жаңғырыққа айландырып беретін осы қақпақ бірінші өткізгіш. Қымбатты көрермен, айта кетейік, біз енді бүгін қазақ пен қырғыз елдерінің жалпы ұлттық музыкалық аспаптары туралы айтып отырмыз. Және осы ретте біз домбырадан да өзге қазақта көне түрлі аспаптардың бар екенін де айтып тоқтала кетсек, Лейла. Иә, Дархан, сондай атаулы аспаптардың бірі келбеті келіскен, үні даланың самал желінде биязы келетін сыбызғы. Шығыс мырза, сыбызғының қазақ мәдениетіндегі орны туралы айтып өтсеңіз. Сыбызғы аспабы қазақтың ең көне байырғы аспаптардың бірі ғой. Бұл енді бертінгі жылдары өте жақсы дамып жатыр елімізде. Соңғы 10-15 жылда. Десе де кенже қалған аспаптардың бірі. Енді әзір мынау оркестрде, ансамблда және жеке орындауда жігіттер көп. Әр облыс аймақтарда, аудандарда шама шарқына қарай дамып жатқан жайы бар. Оның үстінде Алматыда Талғат Мұқышев дейтін ағамыз бар. Ол кісі осы сыбызғыдан сабақ береді. Енді менің де ойым бұйырса осы Астанадан
осы қазақы байырғы үнді насихаттау бұйырса болады деп ойлаймыз енді. Соған байланысты бір күй орындап берейін. Бәрекелді, тамаша. Бәрекелді. Көп рахмет. Бәрекелді, тамаша. Студиямызға уақыт бөліп келгендеріңізге Ұлар мырза, Шығыс мырза алғыс білдіреміз. Бүгінгі Қос қанат теле жобасында өздеріңізді мінекей біздің қырғыз ағайындарымызда көріп тамашалап отыр. Көп рахмет өздеріңізге. Қымбатты телекөрермен, Қос қанат теле жобасы ары қарай Бішкек студиясынан жалғасады. Сөз кезегін әріптестерімізге береміз. Алмас, Айзада, эфирдесіздер. Дархан Лейла сіздерге чоң рахмат айтабыз. Наналы бетті мына Абай телеканалында қомыз менен домбыраның өзгөчөлүктөрү эмнеде, окшоштугу эмнеде деп бір жақшы кеп салып кеттіңіздер. Андан сырткары ағабыз Сыбызгыда керемет бір көсүн дагы жалпы эки элге арнап кетти. Ал эми биз болсо Курмангазы агайыбыз менен маегибиз уланталы. Айтсаңыз, кыргыз музыкалык аспаптарынын өзгөчөлүгү жана касиеттери эмнеде? Эми бул кыргыз аспаптары негизи касиетке кирет. Биринчи асыл кан, касиет, өнөр, багыт, анан бакытка бөлүнөт. Бул кыргыздын аспаптары жанагы чоор, чопочор, сыбызгы, чогоночор, ооз комуз, жыгач комуз, аса таяк, доолбас, сурнай, керней, най, куурай, ышкырык, зуулдак, чуулдак, түтүк, дап, бап, кыркыл, кыркелек, чууген, жетиген, тогузкен, чочутма аспаптарын баарын бул азыркы тил менен медициналык, дарыгерлик аспаптар, музыка терапия деп азыр сүйлөп калды. Эми бул жерде манас илимине киргенде 100гө жакын кыргыздын аспаптары бар. Ошол 100гө жакындын биз 37сине араң эле келдик. Себеп деген четинен тепкичтен тепкичке акыр менен келип, аны иликтеп, жиликтеп, талдоого салып, таразаны тең кармаганда гана башка аспап чечиле баштайт. Мына азыр айтып кетип атпайбы жана сыбызгы деп. Сыбызгынын бир тууган ыбызгысы бар. Ар бир аспаптын бир туугандары бар. Анан бул аспаптар жөн төрөлгөн эмес да. Бул дарыгер катары. Ошон үчүн ооз комузду эмне үчүн сеп катары берчү? Ар бир ургачы зат, аял, кичинекей бала, кыз улан кыздардын баардыгын ооз комузду үйлөчү. Бул деген черепное давленияга кетчү. Көздүн давлениясына, черепной давлениясына кетчү, бүт оорулардын баардыгын. Үйлөмө аспаптар бул йоганын системасы. Бүт чакралардын баардыгын, 7 чакранын өзүнүн ордуна, иретине алып келип, мээдеги болгон туура эмес үндөр чыгып калып атпайбы, шуулдап кулак менен ошонун баарын кетчү. Ар бир аспап, мына комуздун өзүнүн эле 9 бир тууганы бар. 9 жылдыз бар да бизде. Ошон үчүн 9 санды эле бутту. 9 сандан кийин сан жок. Ошо 9 сан көбөйгөндөн кийин миллион, миллиарддан триллионго чейин кетип атпайбы. Ошон үчүн башаты үңгү таласы бул манас илиминде. Ошого жанакы оркестр деген башынан айтып кеткеним бул деген чууген дейт. Ар бирөөнүн санжырасы ана баяны болот да. Аны билгенден кийин бул аспапка киргенден кийин түздөн түз уже ата бабалар менен, тегибиз менен байланыш түзүп калабыз. Мындай орусча которуп бергенде сакральный мир всегда выпрямляет земное знание дейт. Бул илим, чексиз илим. Ошон үчүн кыргыздардын өзүнүн диатоникасы ди менен ма цивилизациясы калып калганда, баякы суу каптап кеткенде. Ошо майя календарь деп тияка кеткен ди деген чексиз боз үйлөрдө эмне үчүн чексиз оймо чимелер, курак туш кейистерди койгон. Ошонун баары тең күбүнүн ичинде.
күүнү Манас күүнүлөрү, Каныкей апанын күүлөрү, оор басыруктуу эң керектүү күүлөрдүн баары чертилбей калды да. Азыр бирдеме болсо эле Машботойду көргөзө беребиз. Бул деген шоуга жакын эмне. Оор басыруктуулар көргөз керек. Ошон үчүн ар бир адам азыркы заман бапка чак, бап, дап келиш үчүн бир аспап эмес, 5-6 аспапты билген адам гана азыркы кылымда жашап кете алат. Ушул аспаптардын баары тең жаш муундар керек. Аны кантип тарбиялайбыз? Тарбия деген төрөлгөндө тарбиялабайт. İçinde, tuyundukta жүргөн кезде тарбиялайт. Ошон үчүн сүйүүнүн чокусу мээримде, аялзат ичинде жүргөн кезде жакшы музыкаларды жаратылышка чыгып, табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билген. Ошондой кылып тарбиялаганда башка балдар чыгат дагы ошондо жыштыкка түздөн түз кетет. Биз телефондон жыштык менен чыгып атабыз араң-зорго. Адам баласынын чексиз илими бар. Ошо чексиз илимине келиш үчүн Манас илимине келиш керек. Анан азыр бизде сыбызгы деди, бул чогойно чоор, камыш чоор, дагы көп чоорлор келет, бир эле чоордон башка. Жана чуугендин өзүнүн бир туугандары бар да. Мына комуздун өзүнүн жанакы бир кылдуу кылыяктын камбаркан, күүнүн башы камбаркан деп атпайсыз, бир кылдан ичи кары чоюлуп калган кезде чыкканда ошондон баштап саналат. Жөн эмес да. Анан эки кылдуу комузду биз чертмектечүбүз. Анан да беренеси жок болчу. Беренеси жок деген жана лат деп коет атпайсыз, ошонусу жок болуп чертилчү. Эми ошолордун баары кайра жаралтып, жаңы толкун, жаңы дем, жаңы күч бере турчу заман келди. Ошого түшүндүрсөк эле жок, муну ширик деп атпайбы, өзүлөрү чирик. Ошон үчүн кыргыз аспабын баалап, барктап, даңтап, даңазалап, аска зоо чокусуна көтөрсөк, ошондо кыргыз өзүнүн өзөгүнө, тегине, тамырына келет дагы башка кыргыздар төрөлө баштайт. Агай, сизди уга берсек, эми Манаска келе турган болсок, албетте баягы жан дүйнөбүз сергип кетет. Бирок бүгүнкү эфирибиз казак кыргыздын ортосундагы бир достукту, ынтымакты, маданий алаканы бир бекемдөөнүн максат кылып койгон. Анан казак элиндеги аспаптарга бир кайрылсак болобу? Негизинен кыргыз менен казак экөө бир тууган. Биздин дилибиз, житибиз, салтыбыз, наркыбыз, населебиз, үрп адатыбыз, болгон каадабызды корсок дагы баардыктан өзүнүн мүнөзүбүз менен кандай жүрүм турушунун баардыгын эле бирдей окшош. Негизи эки эл тең баатыр эл. Мына Казакстанда, Астанада, Барабойдо, Алматада канча деген оркестр менен чогуу ойноду. Мени улуу муундардын баары тааныйт. Бул мурунку президенттен, азыркы президентине деле концерт коюп жүрөбүз, ошолор баары тааныйт. Негизи ушундай достук, ынтымакка келгенибиз жакшы болду да, себептен бириз менен бауырлашып, мамиле түзүп, ошонун ичиндеги жуурулушуп турган сайын биздин достугубуз күчөгөн сайын бул жакшы. Мунун баалуулугу эң биринчи ушул теле көрүүсүнү көргөзүп, ушинтип чалдырганыңарга силерге ыраазымын, казак элине ыраазымын, кыргыз элине ыраазымын. Ушундай бир тууган дос болгон сайын мен сүйүнөм. Мындай достук эле керек да. Бул жерде биздин талаш тартыш эчтекебиз жок. Эки элден окшош, тилибиз деле бирдей. Бул сы менен ш эле айырмасы болбосо калган баардыгы эле окшош, жүрүм турушубуздун баардыгы биздеги болгон нерсенин баардыгы биякта бар. Бул эң алтын баалуулуктардын бири да. Кыргыз эли менен казак эли өмүр бою дос деп ойлойм. Эң сонун. Ошол казак элинин аспаптары тууралуу бир кеп кылсаңыз, кайсыл аспаптар биздикине окшош? Балким жанагы эки элдин эле бир эле аспабы кийин бир аз өзгөчөлөнүп кеттиби? Анан биздики деп казак эл айтса, анан кайра кыргыз биздин бул аспаптар деп. Эми бий боюнча деле талаша берет. Кара жорго биздики, анан тиги бий деп эле талаша берет. Экөөтөн эле эки элдики. Аны талашып тартыштын кереги жок. Мен Кызыл Суусуна барсам деле бул биздики деп, анан бизде илгери жинди бий деп койчу. Анан кийин кара жорго өтүп кетти да. Анан негизи бул жетигендин аты негизи чапкан өзүнүкү. Кандар ойночу моторикага, чапкан. Кан деген сөздөн хан эмес, х тамгасын кыргыз эли алып салыш керек. К деп сүйлөш керек. Бул туура эмес. Сөз бузулганда дил бузулат, тил бузулганда. Ошон үчүн өзөктөгү грань деп атпайсыз, ошон үчүн бул аспаптарыбыздын баары тең бир эле. Жетиген деп кийин жетиген деп калдык. Эски аты чапкан. Ушундай эмелерди айтыш керек. Ошон үчүн бул бириз менен журулушкан сайын аспаптарыбыз бир эле. Мына чогойно чоору, камыш чоор деп атпайсыз, буларда сыбызгы деп койду. А бизде сыбызгыны мындайынан кармайт, ыбызгыны мындайынан кармайт. Экөө бирдей эле. Мен кошо ала келдим аспаптардын кээ бирөөлөрүнчү. Бирок чуугенден жасалган аспаптар бар. Чууген бул аркардын мүйүсүнөн, анан текенин мүйүсүнөн жасалат. Бул бирок ошонун көсөнөктөрү шахматный вариант. Азыркы тил менен шахмат, илгеркиси менен сакмат. А сакматтын гаплак группасы R1A1. Бул илимий, билимий далилдемейинче элдер түшүнбөйт. Бул бул эле ушул менен эле төрөлгөн турбайбыз дейт. Бул азыркы жаш аспаптар менен ойноп атпайсызбы? Илгерки чоң аспаптар менен. Жанакы алты улдууну күү тара дечү.
аны күү тараны азыр гитара деп коет. Тардан жасалган берки эмесин, капкагын тардан жасалган да. Ошон үчүн тар дечи. Илгери комустардын капкагын жетпей калган кезинде жыландын терисин чапчу. Ал ошол өзүн жыланды сойгондо эле ошондо жыландын териси өзү клей болуп калчу. Чаптап коесуң, болду ошо менен жүрө берчү. Себептен көчмөндөр көчүп атып, жанакы эмес, клейди каяктан тапчу эле? Бул деген мүйүздү кайнатсаң клей болуп калат. Мына ошол себептен мунун өзүнүн өзөгүнө киргенде гана аспапты сүйө баштайсың. Кыргыз элинин ар бир үйүндө кыргыздын аспабы чыгып турган сайын жаман жиндер, диндер, жаман сөздөрдүн баары арылат. Себептен үйүн чыгып туруш керек. Үй мазар болбош керек, үй деген күү чыгып туруш керек, баланын үнү чыгыш керек, ырдап, күлүп, каткырып, бүт баардыгы шаңдуу болгон сайын күйлүү ден соолукка пайда. Бул аспаптар ден соолуктуку, бир достуктуку. Анан үңүрөйүп, муңдуу, кабагын бүркөп, монтуп жүргөндөн кийин шайыр биздин тилегибиз жакшы да, музыканттардын ар бир жакшы тойго барасың, кайсы эмес. Ошонун менен айырмачылыгыбыз бар. Бул казак бааруларыбызга мен баа берем, баракелди дейм. Булар менен жолуккан сайын булардын жаман ичи тар эмес, жакшы эл да. Ошон үчүн экөө бир тууган, туура коюп берсең кош канат депчи. Эки канат болгондо чогуу учабыз да бүркүттөй болуп. Анан экөө бир бөлүнүп кетсе каяка учмагыла. Ошон үчүн ар дайым ушу казак элине жүрөгүңөр таза болсун, жан дүйнөңөр көрккө толсун, бакканыңар таза ой болсун, тутканыңар баалуу сөз болсун, ырысыңар болсун түгөнбөгөн, өмүрүңөр болсун өкүнбөгөн. Гүйлөнүп куштай учкула, бийиктеп улам тургула, элиңерге кызмат кылгыла, сапаттуу жашоо жашагыла, жериңерге кызмат кылгыла, сыймыктуу болуп жашагыла. Ишиңер дайым уюсун, кут береке куюлсун, жашооңордо тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун. Достугубуз бекемдесин, достугубуз ар дайым бийиктесин. Куштай болуп бийиктеп аска зоо даван чокусуна чогуу чыгалыктагы бир тууган эл болуп, ырыс кылуу, кечиктүү, нурлуу, дөөлөттүү, ооматтуу болуп жашай берели. Ой, агай, айтканыңыз келсин. Оозуңуз камай деп коет кыргызда. Агай, сизди жараткан нур жасын, жараткан нур жасын. Сиз сүйлөп аткандай уга беребиз. Бирок сиз аспаптарыңызды чыгарып ойноп жатканда андан дагы жан дүйнөбүз эс алат. Эргүү келет. Андыктан сизге кезек берели, аспаптарыңызды алыңыз дагы. Анан мына ушул жерде чындыгында эле сиздин Адам оркестр деген атаныңызды, мына ушул аталышыңызды бир гана Кыргызстан эмес, Орто Азия билет. Бирок дагы эфирден көргөнүбүзгө биз суктанабыз. Айза, туура айтасыз. Курмангазы агайдын аспаптары үйгө батышы мүмкүн, бирок студиябызга батпай калат. Анткени өзү айткандай 50дөн ашык аспапта ойнойм, бирок 30 канчасында профессионалдуу деңгээлде ойнойм деп атат. Агай, анда сизге кезек берели. Жагымдуу бир күнү жалпы эки элибизге тартуулап берсеңиз.
студиясында болған қонағымыз Құрманғазы мырзаның да өнеріне тәнті болып, сүйсініп отқан жайымыз бар, және айтқан ақ тілегі қабыл болсын деп риза болып отырмыз. Әрі қарай жалғастырайық. Біз қос қанатты Астананың төрінен, расменде тонның ішкі бауындай, тігісі бүтін жайлауы іргелес екі елдің мәдени қазынасы жылдар өте толас түспесе азаймақ емес. Дархан, маусым айында Ыстықкөлде Қомуз бейнесіндегі пирс салынған білесіз бе? Ғаламтор тұрған кезде көрдік, Қырғыздың да бауырлас елдің жаңалықтарын қарап тұрамыз. Керемет. Қырғыз елінің ұлттық аспабын бейнелейтін әдемі орын қалың көпшіліктің сүйікті жеріне айналған екен. Осындайда Қырғыздан Қомузы мен аттас қазақтың қобызы туралы да айту абзал деп есептейміз. Қорқыттың қасиетін арттырып, кепетін келтірген қобыз сарына сақталасын саф үнге бөлегелі сан ғасыры. Ендеше қобыздың құлағында ойнаған дүлдүлдерге кезек берейік. Асыл аспабын аялап, арамыздан табылып отырған белгілі қобызшы, халықаралық конкурстардың лауреаты, құрмет орденінің кавалері Жанар Жүсіпованы қошеметпен ортаға төрге шақырайық. Жанар ханым. Жанар ханым, қош келдіңіз. Студиямызға шақырамыз. Сөзіңізді қос қанат жобасына саламатсыздар. Төрге шығыңыз. Төрге шығыңыз. Төріміз сынамыз. Енді дәл осы жаңа айтып кеттік. Бішкек студиясында қомыз аспабы туралы біраз әңгімені, енді тура сонымен аттас деп айтсақ болатын шығар. Қобызды өзіңіз серік еткеніңізге, мынау Сардалада қобыздың сазына билетіп келе жатқаныңызға бір 40 жылдай уақыт болды деп айтсақ болады. Енді қанға сіңген дүние жанда да болатын белгілі, дегенмен де сұрағым келіп отырғаны бұл қобызды серік етуіңіз қанда бар ма, әлде бұл жаныңыздың қалауы ма, қайдан басталды өзі? Тағы да күн жарық, армысыздар. Менің жалпы өзімнің осы қобыз өнеріне, осы қобыз аспабын үйренуге келген жолымды сұрасаңыз, ол енді ұзақ әңгіме ол. Негізі. Менің әкем қобызшы болған, марқұм. Атам, арғы аталарым, нағашы жағымнан өте өнерлі кісілер, халық ақыны, менің нағашы атам, үлкен атам. Жақсыбай Жантөбетов деген. Енді әкемнен дарды, анам да керемет ән шырқаған. Енді өнерге барған жоқ әрине, бірақ сондай өнер иелері. Марқұм інім де гитараны керемет тартатын. Өкінішке орай, марқұм сіңілім менен кіші, ол да домбырашы болған. Әпкем де домбырада үйренген. Керемет. Бұлайша енді музыкалық отбасымыз. Сүтпен келіп сүйекке сіңген қасиетті. Солай. Және өзіміздің қазақ қанымыз бар. Солар ежелден келе жатқан өзіміздің аспабымыз. Тамаша. Енді бірден қонақ кеде сұрағымыз келіп отыр өзіңізден. Осы қос қанаттың төрін қобыздың сазда бөлесеңіз, мархабат дейміз. Көп рахмет. Мынау қырғыз бауырластарға амансыздар ма деймін. Қырғыз елі енді Алатаудың екі бөктерінде жатқан екі еліміз ғой. Бауырлас еліміз, ең жақын еліміз. Мен өзім Қырғыз ұлттық консерваториясының түлегімін, магистратурасын бітіргем, Жүсіп деген ұстаздан. Сондықтан әбден ойландым, осы бағдарламаға шақырған кезде қандай күй тартсам екен деп. Қобызды енді бұлай тарихты шолып келіп тартатын болсақ, сонау Қорқыттан бастап ықылас бар, бертін келе сөйтіп өзімізге жетуге болушы еді. Бірақ енді міне бүгін қос қанат деген бағдарлама екі елдің арасындағы өнер, дода демей-ақ қояйық, өнер байланысты нығайтуға арналған осы бағдарлама іс-шара. Сондықтан қырғыз халық күйі екі жорға деген күйді орындап берейін деп шештім.
Бәрекелді, Жанар ханым, өзіңізді тағы сөзге тартайық. Қазақтың өнерін танытып, ел, жерді аралап жүрсіз. Енді қобыздың пошымына біздің көзіміз үйреніп, үніне біздің құлағымыз үйренген ғой. Десе де, алыстағы адамдар бұл аспапты көргенде қандай сезімде қалып жатады? Шетелдіктер өте жақсы қабылдайды. Олар айтады ғой, аутентичный деп. Өте көне дыбыстарға, шынайы, қалай айтсам екен, натуральный дейді ғой енді. Сол шынайылықты, табиғатқа жақын дыбыстарды өте қатты жақсы көреді, құрметтейді және өте жақсы қабылдайды екен. Арнайы елге келіп, соны Германия болсын, Америкадан болсын, Англия, басқа елдерден келіп арнайы дәріс алатындар бар. Кластасым бар, білесіздер өздеріңіз, Раушан Оразбаева деген мықты күйші. Сол Раушан көп сондай дәрістер береді. Сол өте тағы бір айта кететінім, енді Димаштың арқасында да маңдайымызға біткен мықты әншіміз, әлем әншісі. Димаштың арқасында да домбырамен қобызымызды, шапанымызды, дәстүріміз, тілімізді бүкіл дүние жүзі қызығушылық танытып, соны оқып, үйренуге талпынып жатыр. Ол да үлкен жетістік деп ойлаймын. Тамаша. Тамаша, ал енді түйіндейік. Ардақты қырғыз ағайынға айтар тілегіңіз бар болса, мархабат. Енді біз Абай атамыз айтқандай, қырғыз бен қазақты туыс емес деп кім айта алады дегендей, сол туыс бауырластар, қырғыз елі, қырғыз халқы, жаңа айтқандай, керемет Алатауымыздың екі жағында өмір сүріп жатырмыз. Мен өзім сол Қырғызстанға жақын туылған адаммын, Жамбыл облысынан. Меркі, Шу бар, бәрімізге ортақ өзендер, таласымыз бар. Не тілеймін, екі елге тек қана татулық, амандық, қазір бәріміздің тілейтініміз бейбітшілік. Осылай өнеріміз тек қана өрге жүзіп, ешқашан ұмыт қалмасын аспаптарымыз. Талай қиын қыстау заманнан өтті ғой аспаптарымыз. Бірақ қазір бүгінгі таңда Құдайға шүкір, бәрін өсіріп жатырмыз. Міне таныс қыздар отыр екен, міне студияда қобызшы қызымыз әйгілі. Жастарымыз ізімізді басып, осы өнерімізді жоғалтпай, дәріптеп, ары қарай келесі ұрпаққа жеткізсін деген тілектемін. Ең бастысы бейбітшілік болсын, ауызбіршілік болсын. Тек қана жақсылық тілеймін бәрімізге. Көп рахмет. Әумин, рахмет, айтқаныңыз келсін дейміз. Лебіз тілегіңізге рахмет. Студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты телекөрермен, біз қос қанатты ары қарай Бішкек студиясына сөз кезегін беріп жалғасақ дейміз. Алмас, Айзада, эфирдесіздер. Дархан Лайла сіздерге расылық білдіреміз. Әлбетте Жанар Жусупованың әрбір айтқан кебіне жақшы көңіл бұрып, анан кейін біз үшін, қазақ елі үшін ойнаған күйлерін рахат менен отырдық. Айтылған ақ тілектеріңіз дағы қабыл болсын деп. Еме Жанар айымдың ойнаған күйлеріне бізден жооп болсын. Ова, Жанар ханым айтты ғой, таласыңыз бар, мен Жамбыл облысында төрілгенмін деп, мен таласта төрілгем. Жанар ханымды демек, сізге көз бір Алатауның ар жағы менен бер жағындағы ең жақын бір ежесіңде екенбіз. Сізге терең разышылық білдіреміз. Қырғыз еліне болған сый урматыңызды өзіңіздің кебіңізден улам отырабыз. Ал эми сізге жооп болуш үчүн, албетте биздин студиябызда айтып өткөндөй эле, Жанар ханым билдиргендей, биздин Кыргыздын эң алдыңкы өнөрпоздору отурат. Анда эмесе сиздер үчүн Кыргыздын Манас театрына тиешелүү Уран ансамблі кереметтүү чыгарма аткарып бермекчи. Таалай Бишеевке таандык Мустанг.
Қырғыз-қазақ мәдениеті бөліп жаруға келмейтін егіз перзент іспетті. Екі елдің арасындағы мәміле көшпенділердің жазылмаған заңы сынды мығым. Иә, қазаққа да, қырғызға да ортақ қаншама рухани қазынамыздың барын бүгін бағамдап, білмес тұстарымызды түгендеп алдық. Қыранның қанатындай болған екі елге де ортақ құнды мұрасына алдағы уақытта да бір қатар хабар арнайтынымыз анық. Бір бағдарламаға бір дәуірнаманы сыйдыра алмасымыз ақиқат. Сондықтан бүгінгі хабарымызды тәмамдай келе, алдағы уақытта да қазақ-қырғыз ынтымағына арналған телекөпіріміз жалғасын табатынын еске салайық. Қос қанат телекөпірі осымен тәмам, кездескенше күн жақсы дейміз ағайын. Амандықта жүздесейік. Қырғыз менен қазақтың көне тарихында санжыра санаты үндөш, елдік мұрасы оқшош, елдік музыкасы үндөш. Екі елді екі айырып қарап көру мүмкін емес. Бүгінгі эфирде дағы елдік ұлттық аспаптарды дағы біз сіздерге гененнен айтып бердік оқшойды. Бой терметкен күйлері, ой терметкен нарық санаты менен, қош қанат екі елдің таалайы кенен, оматы білең болып бар болсын. Аман тұрыңыздар. Егіз елдің санжыралу санатынан кеп салдық. Көрішкенше аман тұрыңыздар. Бабадан қалған ұлы сөз, байырқы қырғыз елдеген, айтылу бейіштерінде алата қырғыз жердеген. Бейпілдік жашо кербені, періштең умай жоллаған, қасиет қошто бардай қабыланманас қолдығын, қабыланманас қолдығын. Yıldızım sen, balkıdıp mağdıratan yerim benim, dönüp baktalayım sende dura ben izlegen. Aydın nuruna güç alıp canlan kırgız